Барлығыңызға сәлем. Мен вебинарда сіздерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін мен сіздерге Flutter туралы айтатын боламын. Көбінесе мобильді әзірленімдер туралы айтатын боламын, және де бұл маған көбірек қатысты болғандықтан. Және де Flutter бізге яғни 6 платформаға дейін жасауға мүмкіндік береді. Мен кішкене өзім туралы айта кетсем, мен Яндекс Про компаниясы, Яндекс Про бағдарламасымен жұмыс істеймін, яғни ол такси жүргізушілерінің, жеткізушілердің тағамдар жеткізумен айналысатын қосымша, және де ProMoney бағдарламасын әзірлеумен айналысамын. Біз әртүрлі қаржылық сервистерді әзірлеумен айналысамыз. 4 жыл бұрын мен кездейсоқ осы Flutterге көшкенімді айта кетейін. Маған бір жобаны әзірлеуге ұсыныс берген еді, және де мен сол жобаны және сол бағдарламаны ұнатып, сол жерде қалдым. Бүгін не туралы сөз қозғайтынымызды атап өтейін. Мен біріншіден Flutter туралы айтатын боламын. Бұл фреймворк, және ол қалай пайда болды. Одан кейін бұны қалай бастауға болатынын, және Flutter не үшін керек екенін, не үшін қызық болуы мүмкін деген сияқты. Және де кішігірім қосымшаны Flutterде қалай әзірлеуге болатынын айтатын боламын. Және де мен сіздердің сұрақтарыңызға әрбір секцияның соңында жауап беруге тырысамын. Және де ұмытқан күннің өзінде кодты жазып бастағаннан кейін барып жауап беремін. Өйткені кодты жазып жатқан уақытта мен жауап бере алмаспын, бірақ соны аяқтағаннан кейін міндетті түрде жауап беремін. Біріншіден біз Flutterды талқылап өтейік. Flutter деген ол кәдімгі платформалар фреймворк. Сіз ол жерде бір кодты қолдану арқылы 6 түрлі платформаға дейін қолдана аласыз. Көбінесе iOS және Android жүйелеріне қатысты көптеген әзірленімдер жасалынады. Android, iOS деп айттым. Үшінші белгіше Windows, одан кейін Mac, Linux, және сіздер ол жақта осының барлығын қосымшаға айналдыра аласыздар деген сөз. Енді біз сіздермен Flutterдың тарихын кішкене атап өтейік. Бұл туралы әңгімелер тек қана 2015 жылы пайда болды. Бұл Google-дың құпия жобасына айналды. Құпия болуының себебі жақсы кросс-платформалы фреймворк, жақсы қосымшаларды әзірлеуге мүмкіндік беретіндіктен сол туралы әңгімелер шыға бастады. Басқа да әрине бағдарламалар болды, бірақ ол қолайсыз болды. 2017 жылы ол кішкене Ski деген лақап атпен нарыққа шықты, және ол iOS, Android және де яғни сол кезде бастапқы кезеңде, яғни нөлдік кезеңде болды. Көп адамдар оны қолданғанымен, бірақ кейбір Google-дың бағдарламалары, жобалары Flutterды сол кезде қолдана бастады. 2018 жылы алғашқы нұсқасы шықты, яғни Flutterдың. Бұл дегеніміз ашық түрде қолдануға болатын нұсқасы сол жылы пайда болды деген сөз. 2019 жылы көбірек платформалар қоса бастады. Жалпы ол нәрсені веб нұсқасында әзірлеуге болатынына көз жеткіздік. 2021 жылы одан да көп платформаларды қостық, және де 2021 жылдың өзінде Flutter 6 платформаларды қолдауға мүмкіндік беріп отырды. 2024 жылы жалпы барлық фреймворктардың ішінде топ-10 рейтингіне кірді. Әрине, рейтингтер субъективті болғандықтан, бірақ мына жерде сіздер презентацияны көрген кезде ол әрбір осы рейтингтің рас екеніне көз жеткізе аласыздар. Сілтеме арқылы өту мүмкіндігі қарастырылған. Және де бұл жерде фреймворктар, яғни Pythonға арналған мысалы кітапханаларда бар. Әрине, бұның барлығы субъективті екенін әрдайым ескеру керек, бірақ соған қарамастан бұл Flutter әжептәуір танымал екенінің көрсеткіші деуге болады. Және ары қарай не болды дейтін болсақ, 2025 жылы біз Flutterден көбірек жаңалық күтеміз, яғни бұл фреймворк тұрғысынан. Және Flutterдың келешегі жарқын секілді көрінеді, және де топ-10 фреймворктың қатарына да кіреді деген ойдамыз. Егер де Flutterдың артықшылықтарын айтатын болсақ, жалпы 11 жетекші фреймворктардың кіруіне
қатысты. Жалпы бұның бір артықшылығы ол кросс-платформалық болуы. Яғни сіз бірнеше платформаға қатар қолдана аласыз, және де сіздің уақытыңызды әлдеқайда үнемдейді. Және де сіздің жобаларыңызды мысалы қазір әзірлеп жатсыздар ғой, сіздер өте көп уақытты үнемдей аласыздар. Осы Flutter'ды қолдану арқылы әртүрлі әзірлемдер іздегеннен гөрі бір Flutter'дың ішінен бірнеше әзірленімдерді ұйымдастырсаңыз болады. Яғни бұл қосымша бір қолайлы жұмыс істейді. Әрине, бірақ айта кететін нәрсе, бұл қосымша Flutter'ды жасалатын болса, онда олар мысалы платформаға ыңғайлы болған мысалы Swift секілді тілде сол қосымшаны Swift'те жасасаңыз және сол қосымшаны Flutter'да жасасаңыз, ол жерде кішкене экранның ашылуы, жалпы интерфейс басқаша болуы мүмкін, кішкене айырмашылығы болуы мүмкін. Өйткені Flutter кішкене басқаша дизайнды қолданады, және де басқа кастомизация бар бұл жерде. Және менің тәжірибеме сүйенетін болсам, жалпы бұны әзірлеушілер байқайды, дизайнерлер байқайды, және жұмыстары бір ерекше болған адамдар, арнайы жұмыспен айналысатындар байқайды, иә. Өйткені олардың жұмыстары жаңа өнімдерді әзірлегендіктен, олар оның қалай жасалатынын және қандай айырмашылықтары бар екенін байқағандықтан, ондай субъективті көзқарас болғандықтан, жалпы тұтынушылар оны байқамайтын да болуы әбден мүмкін. Жаңа Kotlin мен Androidқа арналған қосымша болды, және Flutter'де жасалған қосымша, екеуін салыстырған кезде көбінесе біздің әзірлеушілер ұтып отырды. Өйткені біздің әзірлеушілер түстердің айырмашылығы қандай екенін, ал жалпы бұл конференцияға келген адамдар оны байқамады да. Тағы бір дереккөз ол open source. Бұл фреймворктың коды ашық, яғни сіз өзіңіз тікелей бұл фреймворктың кодтық базасына өтіп, өзіңізге бір нәрсе ұнамай жатса, мысалы бір мәселе туындап жатса, сіз бұл мәселені шеше аласыз, және де бұл contribute, яғни оған өзіңіздің үлесіңізді қосу дегенді білдіреді. Сондай мүмкіндік бар. Бұл жерде жалпы үлкен қоғамдастық бар. Бұл қоғамдастықта көптеген фреймворктарды әзірлейтін адамдар бар. Мен сұрақтарды көріп отырған жоқпын. Сол үшін де ары қарай өте берейік. Сіздерге не үшін фреймворк керек болуы мүмкін, және мен сіздерге бұны не үшін айтып отырмын дейтін сұрақтарға жауап берсек. Жалпы сіздердің мақсаттарыңыз қандай болғанына көп нәрсе байланысты. Сіз ары қарай немен айналысқыңыз келеді? Мүмкін сіз өзіңіздің бір бағытыңызды таңдап қойған шығарсыз, өзіңізге ұнайтын. Мен бірінші әзірлеушілерден бастайын, өйткені мен әзірлеушілер туралы көп нәрсе айта аламын. Әзірлеушілер үшін бұл өздерінің мансабын бастауға, тіпті жалғастыруға да өте жақсы нұсқа. Flutter, менің ойымша, әжептәуір қарапайым фреймворк. Бұған сіз оңай кіріп, оңай түрде дами аласыз. Және ол жерге сіздің дамуыңызға көмектесетін барлық мүмкіндік қарастырылған. Және де сіздердің мансаптарыңызды жалғастыру үшін сіздер бұл технологияны білесіздер деген сөз. Осылайша сіздер оған оңай бейімделе аласыздар, және де қандай да бір қосымшаны оңай әзірлей аласыздар. iOS пен Androidқа да сәйкес келетіндіктен, бұл қосымшаларды екі платформаға бірден әзірлеуге мүмкіндік беретін қолайлы нұсқа. Және де басқа адамдарға жүгініп жүрудің де қажеті жоқ деген сөз. Және де бұл сіздерге көптеген қолданушы интерфейсін жазуға да мүмкіндік береді, яғни мобильді және фронтенд әзірлеушілердің тұрғысынан да өте тиімді. Фронтенд әзірлеушілерге де әртүрлі фронтендтермен қатар қосымшаларды, яғни мобильді қосымшаларды әзірлеуге мүмкіндік береді. Яғни қорытып айтатын болсақ, сіздерді ары қарай дамытуға мүмкіндік беретін, жобаларыңызды дамытуға мүмкіндік беретін осындай әдемі нұсқа. Жалпы Figma-ны айтатын болсақ, сіз өздеріңіздің UI кітапханаңызды әзірлеуге мүмкіндік береді, және де оған әзірлеушілерге жүгінбей-ақ өз қолыңызбен жасауға, өзіңіздің UI нұсқаңызды әзірлеуге мүмкіндік береді Figma. Бұл туралы өте қызық жағдай болған. Біздің арт директорымыз өзінің кодтың алғашқы жолдарын біздің жобамызға жазды, және де ол дизайн кітапхана болды.
Және де бул жерде біз өзімізге керекті компоненттерди алып өзіміздің экранымызга кое алатындыгыбыз өте кызык болуп көрүндү. Өйткөнү әзирлеүүчүлөр онун кичине маселе туурдайтын эди го, ошол үчүн де биз аны шешүүнүн жолдорун издедик. Эгерде сиздер өнүмдерди чыгаруу менен айналышкыңыз келсе, ар түрдүү жобаларды орундагыңыз келсе, яғни сиздер осы жобаларды ойлоп табышып, project manager, яғни жоба менеджерлери тургусунан айтатын болсак, сиздер аны MVP'ди бирден жасап, инвестициялар ала аласыздар. Және де тагы бир мага маңыздуу нерсе, бул әзирлеүүчүлөрдү да дурус түшүнүүгө сиздерге мүмкүндүк береді. Жалпы адамдар өнүмдер менен өнүмдүк әзірленімнен әр түрлі салалардан болғандықтан бұл бір-бірин түсінбей жатады. Және менің ойымша бұл өте жақсы дағды екеуінің арасында, яғни байланыс орнату, және де сіздерге де ол әзірлеушілерді түсінуге мүмкіндік береді. Ал егер сіз нақты бағытыңызды анықтамаған болсаңыз, сіз жаңа бір нәрсе жасап көрудің таптырмас жолы осы. Және де сіздердің көңілдеріңізден шығады деген сенімдемін, және де жақсы пайдалы тәжірибе болады деген сөз. Мен сұрақтар көріп тұрмын. Мына жерде бір жақсы сұрақ қойып отыр. Мен бұны қайда және қалай зерттедім деген екен. Бұл жерде менің слайдтарымның соңғы жағында, соңғы бетінде ақпарат болады. Слайдтарға қатысты сілтемелер де болады. Презентацияда біздің материалдарымызға сілтемелер қарастырылған. Біз өзіміздің жобаларымызды әзірлеп жатырмыз, және дамытып жатырмыз, және де жалпы Flutter әзірлеушілерінің қауымдастығын кеңейткіміз келеді. Менің жалпы бұған үлесім деп санаймын бұл дәрісті. Жалпы сіздерге қызық болса, мен әртүрлі курстарға қатыстым, университеттен курсқа қатыстым, яғни мобильді әзірленімдерді бірінші сол кезде зерттедім. Одан кейін барып Яндекстің курстарына қатыстым, мобильді әзірленімдерді сол жерде зерттедім. Содан кейін барып жалпы мен материалдарды фидбек ретінде келген материалдарды алатынмын әзірлеушілерден, немесе басқа да әзірлеушілермен байланысқа шығып, былай жасасаң болады деген сияқты олар маған айтатын. Flutter толығымен тегін. Flutter Dartпен және Firebase-пен жұмыс істейді. Яғни Dart деген ол тіл. Dartсыз сіз тіпті бұндай Flutterде жаза алмайсыз деген сөз. Firebase деген оны бұлай арнайлап зерттемесеңіз де болады, бұл кітапхана ретінде жүреді деп айтсақ болатын шығар. Бұл жерде сұрақ жалпылама қойылған екен. Жалпы Firebase деген ол кітапхана әрине, ол авторизация жасауға мүмкіндік береді. Тұтынушылардың деректерін жинауға мүмкіндік береді, сіздердің қосымшаңызды әзірлеуге мүмкіндік береді, талдауды жасайтын мүмкіндіктері бар. Және өздеріңіздің әзірленімдеріңізді жасауға мүмкіндік береді. Бұл жерде Figma-дағы дизайн туралы сұрақ тұр тағы. Жалпы бұл міндетті түрде әзірлеушілер емес, әзірлеушілер үшін әрине ең бірінші кезекте кодты қалай жазуды білу маңыздырақ. Бірақ әрине ол дизайнды өзіңіз үшін зерттегіңіз келсе, мысалы, өнім менеджерлерінің тұрғысынан оларға ол нәрсені жалпы әзірленімдерді дұрыс түсіну маңызды болғандықтан, оларға да ол пайдалы болмақ. Кодтарды жазу керек пе деп сұрапты. Олардың кодтарын жазуыңыз керек болады. Тек қана компьютермен жұмыс істеуіңіз керек. Өйткені компьютерде әзірленімнің барлығы компьютерде жүзеге асырылады. Мен сұрақтардың барлығына жауап бердім деп ойлаймын. Кішкене толығырақ білгіңіз келсе, ары қарай жауап беруге тырысамын. Flutterде жалпы мынандай концепция бар. Сіздер көріп отырған барлық нәрселер ол виджет. Сіз аталмыш виджет, оны сіз бірнеше бөлікке бөліп қарайтын. Flutterдың жалпы мәтіннің осында виджеттерге біріккендіктен олар бір-біріне баған болып саналады, яғни колонка. Төртбұрыштың ішінде ол контейнер. Олар бөлек болғандықтан оларды біріктіру үшін былай жасаймыз. Яғни сіздер бұл жай ғана жалған код емес, бұл рас шын бар код, яғни
Жалпы код осылай жазылады. Сізде контейнер болады. Оның сіз түсі қара деп белгілейсіз. Одан кейін колонкада Flutter деген мәтін тұрады, және де мәтінде барлығы widget деген мәтін жазылды, иә. Содан кейін келесі жолда осындай реттілікпен, яғни бір-бірінен соң орналастыру арқылы жалпы бұл интерфейс өте қарапайым түрде жасалады. Ал кейінірек біз кодқа өткен кезде мен сіздерге интерфейсті қалай оңай жасауға болатынын көрсететін боламын. Және де бізге сонымен қатар future деген нәрсе керек болады, асинхронды кодпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін. Яғни сіздерден күтілетін нәтиже, және де бұл күтілетін нәтижені алған кезде біз қатеге де ұрынуымыз мүмкін. Жалпы бұл future'ден деректерді алған кезде жалпы await арқылы ашылады, және де біз әдеттегі қарапайым нәтижені алатын боламыз. Мүмкін бұл слайд сіздерге кішкене қиындау болған шығар, бірақ мен сіздерге код не үшін жаңағыдай көріністе екенін түсіндіріп отырмын. Және де біз сіздермен қазір кодқа өтетін боламыз. Қазір бір сәтке презентацияны тоқтатып қайтадан қосайын. Қараңыздар, мен қосымшам қосылып тұр. Мына жерде қараңыздар, бұл жерде не болады, не тұрған назар аударайық. Бұл жердегі жоба менде әзірлеу платформасы бар. Біз көп уақытымызды жұмсамас үшін менде бұл менің жобама деген сілтеме болады. Сіздер осы файлды көре алатын боласыздар, readme деп аталатын. Ол жерде Flutter'дың бастамасы, яғни сіздер осындай нұсқаулық арқылы өтіп, қалай жасауға болатынын көре аласыздар. Бұл жерде ресми құжаттамаға арналған сілтемелер бар. Ол жерде өзіңізге көмектесетін. Және де кейінірек сіздің жобаңыз жүзеге асу үшін, іске қосылу үшін мына қадамдар арқылы, кезеңдер арқылы өтуіңіз керек болады. Және де бір API кілтін алуларыңыз керек осы жерден. Сіздер ол жерде run немесе debug деген батырманы басқаннан кейін қосылады. Немесе мынандай файлдарды ашып қарасаңыз болады, бірақ ол сіздерде болмауы да мүмкін. Бұл қосымша нұсқа деп. Маған солай ыңғайлы болғандықтан мен осындай батырмаларды өзіме тағы жасап қойғанмын қосымша ретінде. Жалпы кодта қосымшаның ішінде жасау тұрғысынан айтатын болсақ, main.dart деп аталатын функция бар. Яғни main деп аталады. Бұл қосымшаны іске қосуға мүмкіндік береді. Бұл сіздерге жобаны әзірлеген кезде бірден қосылып тұрады. Сіздер ол нәрсені сілтеме арқылы өтіп қарай аласыздар. Немесе сол Flutter'дың өзінің баптауларында да бар. Сіздер сол арқылы алғашқы кодты жаза аласыздар. Яғни Dart ол опа тіл болғандықтан бізде барлығы класстар арқылы жасалады. Бірінші сынып, яғни бірінші класс ол stateless widget. Ол кастомдалған сурет, және де содан кейін барып толық интерфейсті қайтарамыз ең соңында. Терең демей қойын, бізде өзіміз бұл ойынның классы екі нұсқадан жасалатын болады. Бірінші нұсқасы ол токенді енгіземіз, екіншісінде біз ойынды ойнайтын боламыз. Мына жерде ойын туралы кішкене айта кетейін. Бұл ойын менде викпен жұмыс істеп тұрмағандықтан, бұл шынайы ойын болмайды. Мен жасанды интеллектпен ойнап көремін деп ойлаймын. Бірақ сіздер өздеріңіз бұл жобаны іске қосатын болсаңыздар, Flutter'ға қызығатын болсаңыздар, менде AI модель сіздерге эмодзи мен бейнелерді жасауға мүмкіндік береді. Бұл жерде промпттар бар, белгілі бір жинағы бар олардың, және де сіздерге оны қарауға мүмкіндік болады. Және мен бірақ бұл кезде дәл қазір шынайы емес деректерге негізделе отырып ойынды ұйымдастыратын боламын. Әрине, ақ экран бос болып көрінгендіктен біз оған екі мәтіндік алаңдарды шығарып көрейік. Мен біріншіден body деп жазамын. Body дегеніміз ол, яғни денесі өзіңіздің құрылымның,
яғни соның негізгі бөлігі мәтінді мен өзім AI Flutter деп алхимия арқылы ұйымдастырып көремін. Flutterде жобаны қайта-қайта іске қосудың қажеті жоқ. Мына жерде батырманы бассаңыздар болады, бірақ ол бір кішкене жаққа жылжып кетті. Ол неге жылжып кеткенін анықтау үшін біз оны ортаға қоймадық. Мына жерде шорткат деген нәрсе бар. Менде ол оны ортаға қоя аламын осылайша. Және де біздің жоспарлаған мәтінімізді ортасынан шығарып қойдық. Бірақ ол кішкене болып көрініп тұр, иә. Біз өзіміздің шрифтімізді баптап көрейік. Бұл жерде сіздерге кеңестер берілген. Бізге стайл, яғни стиль керек. Біз ол жерде текст мәтіні, текст стайлды таңдаймыз. Қандай нұсқалар бар екенін қарап көрейік. Мен сіздерге ұсынысым ол үлкенірек болған қамтамасыз етіп көрейік. Фонт сайзды көрейік, 30 дейді, 30-шы шрифтпен көрейік. Әжептәуір жақсы көрініп тұрған сияқты, енді ары қарай жылжып көрейік. Біз жаңағыдай мысалдан есімізде болғандай, біз егерде оны үйлестіргіміз келсе, онда біз колон, осындай колонка, яғни баған батырмасын таңдаймыз. Содан кейін барып не істейміз? Input, text input немесе text field дегенді басамыз. Text field деген жерге біз белгілі бір мәтінді енгізе аламыз. Бізде мәтініміз қайтадан жоғарыға жылжып кетті. Бұл жерде анық емес бір нәрсе бар, бірақ сіздер оны өзінің қатысты болған бағанның ең минималды көлемін көрсетулеріңіз керек. Одан кейін барып ортаны алып тастайық. Және де оны колонканың өзін, яғни бағанның өзін ортаға жылжытайық. Ол қазір енді бізде өте жақсы орналасты. Бұл әзірленімнің біздің материалдарымызды зерттеу арқылы қарап көрсеңіздер болады. Бұл сіздерге дәл қазір түсініксіз болғанымен. Мәтін орнын мына жаққа орналастырып көрейік. Содан кейін не болатынына көз жеткіземіз. Бізде екі түрлі мәтінге арналған орындар бар. Біз оларды кастомдай аламыз, әрине, бірақ уақыт жоғалтпас үшін осылай ғана көрсете кетейік. Бірінші мәтіндік алаңымыз токен деп аталсын. Жалпы токен мына жақта мына сілтеме арқылы кіріп, сайттан алсаңыздар болады бұл токеннің нұсқаларын. Және де екіншісі ол тема, яғни тақырып деп алатын болсақ. Осылай жазылады, токен және тақырып. Кішкене ыңғайсыз көрінуі мүмкін, әрине, бірақ бұның жалпы бізге мақсатымыз дұрыс түсініп алу ғой. Содан ары қарай жалғастыра берейік. Unchanged деп аталатын біздің мәтінімізбен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Екі әдісті анықтап көрейік. OnToken changed деп теру керек ол үшін. Және де onTheme changed деп жазамыз. Ол жерде бізден мәтінді бір ролда қабылдайтын болады. Одан кейін не болады? Біз ол екі әдісті атайтын боламыз. Бірінші ол токен, екіншісі ол тақырып. Тезірек болу үшін көшіріп орнына қояйын. Енді не істеу керек? Токенді енгізген кезде және тақырыпты енгізген кезде біз қолданушыға батырманы басуға мүмкіндік беретініміз деп келісейік. Ол мысалға офлайн батырмасы болсын. Ол осындай шеңбер түрінде берілетін болады. Бұл жерде мәтін болады, старт деген, яғни іске қосу батырмасы. Бірақ маған қараңыздар, мынау батырма бізге әрдайым қолжетімді болып қалды ғой.
Ал енді бұл мәтін жазылмаған болса, онда ол оның статусы қолжетімсіз болатындай етіп жасайық. Ол үшін біз сіздермен мысалға ignore pointer деп енгізетін болсақ, егер де біз оны басқымыз келсе, онда ол қолжетімсіз болады. Мен басқан күннің өзінде ешқандай әрекет болып жатқан жоқ, байқасаңыздар. Содан кейін барып, мүмкін біз одан да қызығырақ бір нәрселерді жасап көрсек болатын шығар. Яғни button style деген батырмадан бассақ болады. Яғни ол жерде ол батырма қолжетімді немесе қолжетімсіз екенін сол жерде белгілеп қоюға болады. Қазір жарайды, оны әзірге белгілемей қояйық. Қазір тек қана ол батырма қолжетімсіз екенін ғана жазып қояйық. Және де оны кішкене қара түске айналдырсақ болады. Opacity деген сол кішкене былай бұлыңғыр етіп көрсетеді, иә, батырманы. Және ол батырма біздің токеніміз немесе тақырыбымыз өзгерген кезде ол батырма қолжетімді бола бастайтындай етіп жасап көрейік. Бізде оның қалпы деген нәрсе бар. Бізде бұл ойынның әртүрлі қалыптары бола алады ғой. Және де оның қалыптарын біз өзіміз анықтаймыз. Және де ол state классында кіріп, яғни ол жерде жолақты және жолда өзіміз анықтай алатын мүмкіндігіміз бар. Содан кейін кіріп ол жерге тақырып және токен деп жазып кетеміз жаңағыдай. Және де токенді жалпы мәтінмен теңестіреміз, және тақырыпты да мәтінмен теңестіреміз. Содан кейін біздің батырмамыз қолжетімді немесе қолжетімсіз болу үшін біз әрдайым оның state деген мәтінді енгізіп, ол функцияны қолданамыз. Мына жерде де set state жазамыз. Set state функциясы бұл жағдайды қайта-қайта жаңартып отырады. Ол жаңарғаннан бізге ақпарат береді. Және мына сонда біздің әзірлеген алгоритм жұмыс істей бастайды. Оны қолжетімді ететіндей ережелерін жазып кетейік, шарттарын. Біздің токеніміз мысалы белгілі болған кезде, немесе біздің тақырыбымыз белгілі болған кезде, біздің батырмамыз іске қосылатындай етіп жасайық. Сонда біз жалпы оның кішкене бұлыңғыр болуында және де оның бұлыңғырдан шығып көріне бастауында қамтамасыз ете аламыз. Яғни мына жерде қолжетімсіз дегенде батырма бар, көріп тұрғандарыңызға. Енді қарап көрейік, қалай болған. Мысалы мәтіндерді енгізейік, содан кейін барып токенмен мәтінді енгізгеннен кейін батырма бірден белсенді түрде іске қосылды. Сонымен қатар класстың өзін, яғни ойынның классының өзін әзірлеп көрейік. Оның атауы алхимия. Оны қосымша файлға жасап шығарып көрейін, яғни оны алхимия ойыны деп атайын. Бұл класста біз оның виджет екенін анықтаймыз. Және де одан кейін элементтер генераторын қолданамыз. Яғни items generator деген сол элементтер генераторын қолданып отырмыз. Элементтер генераторы бізде алдын ала жасалған. Қандай сұрақтар бар екенін қарап көрейін. Бірінші Flutter арқылы қосымшалар жасауға болады. iOS пен Android туралы жақсы пікір білдірген екен. Бұл жерде iOS және Android әзірлеушілері Flutter'да жұмыс істей ме деп сұраған екен. Жұмыс істейді. Мен өзімде iOS әзірлеушісі болғанмын кезінде. 4 жыл бұрын ауыстым Flutter'ге, және Flutter маған қолайлы болды. iOS-қа арналған әзірлеуден қараған. Бізде көптеген iOS әзірлеушілер де бар. Бізде нақты платформаны білетін әзірлеушілер көбінесе Android-қа арналған. Apple-дікі кішкене азырақ. API кілт деген не деп сұраған екен. API кілт дегеніміз ол өзіңізге қолжетімділік беретін кілті. Яғни деректерді алуға, деректерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін кілт.
Flutterflow туралы сұраған екен. Flutterflow'ды мен қолданғанмын. Flutterflow'дың айырмашылығы қарапайым Flutter'ден ол ойындарға көбірек бағытталған. Жалпы Flutterflow'ды жасаған кезде сіздер Flutter'да Dart та жасайсыз. Бірақ бұл сонымен қатар сіздерге өздеріңіздің ойындарыңызды әзірлеу барысында қолдануға мүмкіндік береді. Қазір мен сіздерге көрсетіп отырғанды Flutter'ды қолданамын. Flutterflow'ды қолданып жүрген жоқпын. Жалпы Flutter Windows-тың ескі нұсқаларына жұмыс істейді ме деп сұраған екен. Иә, жұмыс істейді, бірақ қандай нұсқаға дейін жұмыс істейтінін нақты айта алмаймын, бірақ оған дейінгі бірнеше нұсқадан нақты жұмыс істейтінін білемін. VM батырмасы кез келген компания VM дегеніміз бізге осы Flutter'дың нұсқаларын дұрыс қолдануға мүмкіндік береді. Өйткені менде көптеген нұсқалар бар ғой. Менде өзім қолданатын реверсиялар бар, осы Flutter'дың астында көріп тұрғандарыңыздай экранның. Және де менің қазіргі Flutter'дағы нұсқам, қазір қарасаңыздар, релиздерді қарап көре аламын. Мысалы, қараңыздар, қаншама оның релиздері болған. Тіпті нөлдік нұсқаға дейін бар секілді, бірақ ең өте ескі болған нұсқалары Windows-тың ескі нұсқаларымен жұмыс істегенде болу керек. Бірақ енді жаңалары әрине жаңа Windows нұсқаларына арналғаны сөзсіз. Уақыт өте келе өзгерістер орын алатыны да сөзсіз. Қазір енді ары қарай жалғастырып көрейік. Бізде алхимия класы бар. Бұл жерге біз генераторды саламыз. Конструктор өзіне алаң деп аталатын нәрсені салады. Сол үшін де ол бірдей нәрсе. Бұл ойынды іске қосу үшін біз мына генераторды жасауымыз керек. Алдымен оны бірден ойынның ішінде жасап көрейік. Бізде, естеріңізге сала кетейін, мынандай батырма бар. Бұл батырманың onPress функциясы бар. Және де ол батырманы басқан кезде қандай функция іске қосылатынын onClick деген функцияны іске қосайық. onClickті қолдану арқылы біз генератор жасайтын боламыз. Басқа жаққа жазып жатыр екенмін қазір. Мына жақта біз генератор жасаймыз. Және генератор бізде екі түрлі нұсқаны қабылдайды. Біріншісі ол кілт, яғни ол токен біздің тілмен айтқанда біздің виджетте. Және де ол сонымен қатар тақырыпты да өз құрамында қамтиды. Біз олардан шықтық, бірақ бір нәрсе дұрыс емес болып жатыр. Яғни ол бізге ұрсып жатыр. Мына жақта стринг сұрақпен беріліп кеткен екен деп. Бұл расымен де сондай нәрсе. Біз шынымен де ол жерде батырма бар ма жоқ па деген сияқты нәрсені тексеріп көрейік. Ол үшін біз былай жасайық. Бұл өте жақсы нұсқа емес, бірақ жасап көрейік, жарайды. Бұл батырманың қолжетімділігін тексеріп жатқандықтан бұл да болмайды екен. Ондай болса, біз токен бізде бар ма жалпы? Егер де токеніміз нөлге тең болмаса, және тақырып нөлге тең болмаса, онда біз өзіміз расымен де нөлге тең емес екеніне сенімді екенімізді растаймыз. Ондай жағдайда не істейміз? Біз навигацияны қолданамыз. Ол үшін біз навигаторды аламыз. Бұл не үшін олай жасайтын терең айтпай қойын, жарайды, тез келесі кезеңге өту үшін. Және де билдерді басамыз, ол жерге контекст деп жазамыз. Және де біз өзіміздің ойынымызды осы жерге қойып кетеміз. Бұған дейін әзірлеген генераторды сол жаққа саламыз. Енді мына жерге бір бос экранды да жасап көрейік, иә. Енді қайтадан іске қосып көру керек. Қараңыздар, менде енді біз не істедік? Біздің экранымыз бос болатындай етіп жасадық. Жаңа бізде екінші жасаған экранымыз шықты. Және де екінші экранда біз элементтер тізімін жасағымыз келеді, өзіміз алдымен алатын, кейіннен барып оны көрсететін. Ол үшін мен генераторды кішкене түзете кетейін. Өйткені
менде VPN дұрыс істеп жатқан жоқ. Э, егер де сіздерге қызық болса, онда чатқа жазсаңыздар болады. Мен сіздерге бұның видео, яғни бейне, жібере аламын. Қалай жұмыс істеуге көмектесетіндей сіздерге. Әрбір элементте бізде бірнеше сипаттама болу керек. Біріншісінде ол мәтін, яғни атауы және эмодзи екіншісі. Жаңа біз қойып отырмыз осылайша. Бізде банан, алма бар, бейне апельсин және шоколад болады. Оны не үшін істеп жатырмыз? Оны біз көрсету үшін жасап жатырмыз. Осылайша біз оларды көрсетеміз. Яғни код істеп жатқан жоқ деп жазып жатыр, оған назар аудармаңыздар. Енді біз өзіміздің элементтерді генератордан ала бастайық. Ол үшін біз қайтадан қалыпты қолданамыз. Ол қалыпта біз тізім деп жазамыз. Тізім, яғни элементтердің тізімі. Біріншіден ол бос болады алғашында. Және де жалпы сіздерге init state деген сіздердің элементтеріңізді көрсете бастайды. Бізде генератор бар. Және де элементтерді алу функциясы бар. Содан кейін барып біз келесі элементтерді қосамыз, өзіміздің элементтерімізді алған. Ол батырмасын функциясын қолдану керек, яғни бізге кішкене өзгертіп көрейік. Get initial items деген функцияны қолдануымыз бұндай жағдайда. Async деп жазамыз. Және жаңа мен атап өткен await батырмасын басқаннан кейін ол бізге кері қарай ештеңе жасамайтын болады. Бірақ мынандай жағдайда ол бізге көмектеспейді, өйткені біз оның сонымен қатар жағдайды өзгерту функциясын да қолдануымыз керек. Сол үшін де кішкене мына жерге күтетін уақыт қосып кетейік, яғни await функциясын. Яғни мен ол кішкене кешеуілдеудің 1 секунд мүмкіндік берейік және set state функциясын қолданайық. Бұл элементпен біз не істеуіміз керек? Біз оны қалай болғанда да көрсетуіміз керек қой. Біз енді class item widget функциясын қолданайық. Stateless widgettен келе жатқан, соның жалғасы болып саналатын. Ол нені қолданады? Ол тек қана айтемдарды қабылдайды өзінің. Содан кейін барып біздің билдімізді анықтауымыз керек. Яғни біз әрдайым билдпен жұмыс істейміз деген сөз. Алдымен контейнер қайтып оралды деген сөз. Оның түсі қызыл бола салсын, бірақ мен кішкене өзгертемін. Плоттерде мынандай жақсы нәрсе бар, палитра деген, яғни түстің палитрасын өзгертесің. Және мен сонда қызыл емес, қызыл түске айналады. Және оның ішінде не болатынын толықтырып кетейін. Ішінде мен кішкене баған жасауды ұсынамын. Оның көлемі де кішірек болатындай. Және ішінде 2 элемент болатындай. Бірінші элемент ол мәтін, оның атауы және тағы бір мәтін эмодзимен. Ол мынандай көріністе болады, және де біз мына жерде тағы декорация жасап кетейік. Бұл жерге түсті көшіретіндей. Және де шеңбер пішінді дөңгелек пішінде жасап көрейік. Сонымен қатар мен тағы бір нәрсені қолданып көремін, яғни wrap деп аталатын. Бұл виджет бізге жалпы бір қатарға барлығын орналастыруға мүмкіндік береді. Содан кейін барып келесі жолдарға көшетіндей мүмкіндік береді. Қандай элементтерді қоя алатынымызды қарап көрейік. Items-ті қолдана аламыз бұл жерде. Бұл жерде аталмыш for each қолданылады. Және де одан кейін біз
item виджетті көрсете бастаймыз. Енді бізде не шыққанын қарап көрейік. Бір ғана нәрсені атап өту керек. Бұл netState функциясы бір-ақ рет жұмыс істейді. Сол үшін де біз оны қайтадан іске қосуымыз керек. Қараңыздар, бізде элементтеріміз қандай көріністе көрініс тауып отыр. Мен мына нәрсені ұмытып кеткен сияқтымын, эмоции деп қоюды, иә. Содан кейін және кейбір нәрселер дұрыс болмай тұрған сияқты. Сол үшін де біз оларды ортаға орналастырып көрейік. Олардың барлығын ортаға қояйық. Және де кішкене көбірек мәтін керек, иә. Мәтінге көбірек орын керек, иә. Яғни оның биіктігін қарап көрейік. Бір нұсқа ретінде. Кішкене аздау сонда да. 80 деп көрейік. Және де біз жаңағыдай ортасындағы нәрсені дұрыстап реттеп қоюымыз керек. Сонда біздің батырмаларымыз ортасына түсті. Элементтердің арасындағы қашықтық жеткіліксіз. Сол үшін де мен кішкене қосымша қашықтықты енгіземін. Wrap функциясы арқылы бұл жерде бізде әртүрлі баптаулары бар. Spacing деп аталады, яғни кеңістік қосу мағынасында. 10 деген spacing берейік, және жолдар арасындағы да кеңістік қалдырайық. Мынандай көрініс тапты. Алхимия ойын ойнаған болсаңыздар, онда бір элементті екіншісіне көшіру мүмкіндік болғандықтан олар комбинация ретінде қолданылатынын білесіздер. Бізде тағы draggable деп аталатын виджет бар. Draggable дегеніміз ол осындай аталмыш child пен feedback, яғни кері байланыс алуға мүмкіндік береді. Feedback дегеніміз ол сол сіздердің ары қарай элементті көшіріп жатқанымызды көрсетеді. Мына нәрсені көшіріп көрейік. Біздің интерфейсіміз кішкене жылжып кетті. Өйткені бізде материал болмай тұр. Ол виджет бізге тақырыпты басқа нәрсеге көшіруге мүмкіндік береді. Яғни біз оны элементті жылжыта аламыз, иә, былай өзімізге керек жерге. Бірақ бір ақшыл бұрыштары көрініп қалып отыр. Сол үшін де біз оны алып тастау үшін түс деген нұсқаға кіріп, мөлдір түсті етіп жасасақ, яғни кішкене онша емес көрініп те тұрған шығар, қызғылт болып тұрған. Мүмкін оның жасыл болғаны бізге дұрыс та шығар. Мен басқа нәрсе істеп кеткен сияқтымын қазір. Біз мына жерде жасылды немесе көкті өзгертуіміз керек қой. Енді біздің элементіміз көрініп тұр, иә, басқа түсте. Біз оны бір элемент екінші элементтің үстінде тұрғанын қалай тексере аламыз? Ол үшін бізде drag target деген функция бар. Ол target бізге элементтердің қосылған, қосылмағанын көрсететін мүмкіндік береді. Ол builder'ды қамтиды. Біз тек виджеттің өзін ғана қолданамыз. Яғни бұның ішіндегі барлық деректерін қолданбаймыз, керегін ғана аламыз. Target бізге drag target сонымен қатар элементтер бір-бірімен қосылған кезде көмектеседі. onAccept деп аталатын функцияны қолданған кезде onAccept with details деп аталатын функцияны қолданамыз. Бұл функция бізге элементтің өзін қабылдауға мүмкіндік береді. Біз оны нақты бұл элементті қолданатынымызды жазып кетейік, және де сонымен қатар дәл осы элементті тағы қосып кетейік. Содан кейін не болатынын қарап көрейік. Бұдан кейін барып бізге бастапқыда функцияны міндетті түрде жазу керек. Оны біз function, яғни функция деп жазып кетейік. Combine болады функция элемент 1 мен, сосын элемент 2 мен.
Содан кейін барып комбайнды анықтайық және бір-біріне осылай қосып көрейік. Яғни бізге жіберген элементтер мына жақта және мына жақта жіберген элементтер бар. Оны басқаша атап өтейік. Яғни екінші айтым, екінші элемент болады сонда. Ол бізге айтып жатқан нәрсесі, бізге тағы бір бейнені алу керек. Біз ол датаны таңдаймыз. Data, яғни бұл жерде сонымен қатар функцияны да анықтау керек. Айтым және айтым екіні басамыз, яғни бірінші және екінші элементті басқан кезде, содан кейін генераторды қайтадан қосамыз. Бұл өз алдына бір функцияда жасап көрейік оны, түсініктірек болу үшін. Ол тағы да солай комбайн деп атала береді. Бізде айтым 1, айтым 2 болады жаңа айтқанымыздай, бірінші яғни екінші элемент. Асинхронды етіп басамыз. Өйткені біздің кодымыз асинхронды болады және де бізге жаңа элемент алу керек, ол айтым. Combine items items функциясын басамыз. Және де оны іске қосып көрейік. Айтым 1 және айтым 2. Ал енді біз оның барлығын комбинациялағаннан кейін бізде жаңа элемент пайда болды. Ол үшін де біз толығымен тізімді қайтадан жаңғыртуымыз керек. Және set state функциясын басамыз. VPN жұмыс істеп жатпағандықтан мен былайша жасаймын оны. Мен кішкене мына нәрсені бекітіп кетемін да. Және одан кейін оны жай ғана элементтерді осылайша комбинациялаймын. Оның атаулары бірінші элементтің атауы мысалға, және де екінші элементтің атауы. Эмодзи, ол эмодзи бірінші және эмодзи екінші. Яғни 2 эмодзи аламыз. Енді бізде не болғанын қарап көрейік нәтижесінде. Оларды комбинациялап көрейік. Және кодты қайтадан іске қосып көрейік. Қараңыздар, не үшін іске қосып жатқан жоқ, оны қарап көрейік. Бізде комбинация функциясы іске қосылмай жатыр. Ол үшін біз, яғни ол неге іске асып жатпағанын түсіну үшін, яғни біз мына жерге кішкене баптауды өзгертіп көруге болады. Және қарап көрейік. Және деректерді. Бұл бізге анықтайтын элементті көрсететін болады. Біз оны айтым, яғни элемент деп атадық қой. Осылайша біз функциялардың барлығы іске асатынын көрдік. Яғни дебагты қалай жасауға болатынын көрдіңіздер. Менде кодым қайтадан іске қосылды. Енді нәтижесін қарап көрейік. Бізде элемент шықты, яғни orange chocolate, яғни қызыл сары шоколад жаңа элемент қосылды. Қайтадан мәтін кішкене жылып кетті, бірақ жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Элементтерді бір-бірімен қосу арқылы осындай нәрсе шыға бастайды. Яғни әртүрлі элементтерді бір-бірімен қосып көрсетеді. Ұйымдастырушылармен бірге отырған олар сіздерге бұл нәрсе қалай көрініс табу керек болғанын сіздерге көрсетеді. Және де жақсы VPN болған жағдайда сіздер өздеріңіз де оның жобаларын іске қоса аласыздар. Қандай сұрақтар болғанына қарап көрейік. Менің жалпы презентациям бітті. Біз бұған 30 минут қана жұмсадық. Және де элементтердің өзін кішкене қозғалта бастадық тіпті. Жаңа сұрақ болған екен. Flutter немесе App Inventor бағдарламасында қандай App Inventor деп жазылып тұрған сияқты ғой. App Inventor тағы бір кодты жасауға қатысты шығар. No кодқа мен қатты бір таныс емеспін ол тақырыппен, бірақ Flutter дегеніміз жалпы нақты бағдарламалауға қатысты платформа. Бұл менің субъективті пікірім әрине, бірақ минималды жұмыс нұсқасы үшін Flutter қолжетімді, бірақ мен шындығымды айтсам,
ноу-код шешимдермен жұмыс істейтін нұсқаларды білмейді екенмін. Мүмкін сіздерде басқа адамдар кеңес бере алатын шығар. Android Studio'ны Flutter'де жасауға болады ма депті. Иә, болады. Android Studio жалпы IntelliJ болады. JetBrains-те жұмыс істейтіндер де бар. Көбінесе мен Studio Code немесе Android Studio'ны көбірек қолданады ол үшін. Ол жерде ең бастысы сіздер қандай әзірленім кодын қолданатындарыңызға көп нәрсе байланысты емес. Бұл сіздерге тек код жасауға мүмкіндік береді ғой. Ең бастысы басқа программистпен, яғни әртүрлі нәрселер жасасаңыздар, оларды жай ғана біріктіру мәселесі болуы мүмкін әрине. Басқа бағдарламалаушымен жұмыс істеген кезде сіздер дәл сол кодты қолдана аласыздар. Бір-біріңіздің кодтарыңызды толықтыра аласыздар деген сөз. Мен өзім жобамды яғни жариялағанмын. Яғни сіздер мындай жасыл түсті файлдарда бар екенін көріп отырсыздар. GitHub'ты да қолдандым ол үшін мен. Жалпы Flutter'де қосымшаларды бағдарламалау үшін қанша уақыт қажет деп сұрапты. Бұған жауап беру қиын, өйткені бұл жобаның күрделілігіне байланысты. Мен былай толыққанды қосымшаны жалпы саны 50 сағаттай жазған шығармын, таза жұмыс уақытын айтатын болсақ. Өйткені ірі қосымша жасадым. Жұмыста біз жазуды тоқтатпайтын сияқтымыз қосымшаларды. Әрдайым біз кодты жазамыз, оны қайтадан толықтырып отырамыз. Өте ұзақ уақыт алады негізі. Ең аз дегенде 20 сағаттай қажет шығар. Осындай бір салыстырмалы түрде айтып отырмын. Әртүрлі жағдайда әртүрлі уақыт қажет болуы мүмкін ғой. Visual Studio Code'ты мен жазғанмын. Осындай экранның да жасауға мүмкіндігі бар. Ол жерде мен әртүрлі эмуляторлар бар. Мысалы, көрсететін болсам, менде Android Studio бар. Ол жерде мен өзімнің эмуляторларымды баптаймын. Менде виртуалды девайстар екеу. Маған жұмыс істеуге жеткілікті. Менде Pixel бар, және Flutter эмуляторы бар. Және сонымен қатар менде iOS қосымшасы құрылғысы бар. Мен көбінесе онымен MacBook'та жұмыс істеймін. iOS ішінде біз бағдарламалайтындықтан ол менде бар. Тек қана Androidқа емес, әрине, сол ішінде. Сіздер тек қана Androidқа жасайтын болсаңыздар, онда сіздерге iOS керек емес. Алғысыңызға рахмет. Қаншалықты қосымшаны жасау үшін жасанды интеллект қолдануға болады деп сұраған екен. Расымен де мүмкіндік бар ондай. Мына курсорға қарасаңыздар, бұл жерде сіздерге бірден қосылған ассистентпен код жазуға мүмкіндік береді. Бұл маған ұнады. Менде жобам 2 рет бұзылып қалған кезі болды. Және бір жақсы ол қосымшаларды әзірленім егжей-тегжейлі білмесеңіз де жасауға болады ол көмекшілер арқылы. Жалпы әртүрлі жағдайлар бар ғой. Адамдар курсор арқылы жазғандықтан кейіннен олардың деректері тарап кетіп, олардың немесе жалпы өздеріңіздің шешіміңізді кішкене ойластырып барып жасаңыздар. Мен оны қолданған кезімде интернетім жұмыс істеп тұрмаған кезде, бірақ ондай ішкі кодтарымыз бар. Ол маған кодты тезірек жазуға көмектеседі. Жасанды интеллектке қатысты сұрақ қойған екен. Иә, менде ассистент бар, мынандай промпт бар. Қарасаңыздар, жалпы сарымен көрінетіндей. Мысалы, мен өзім жіберген сұраныстар AI, яғни жасанды интеллект қосымшасына жіберген, көмекшісіне жіберген. Бұл жерде мәтін көп болғандықтан, бұл немен айналысып жатқанын түсінеді. Және де оның жауабын алдым. Ол маған элементтер беріп отырды. Мен бұл жерде Google Generative AI деп аталатын платформаны қолдандым. Ол жер тегін болғанмен, ол жерде шектеу бар. Қаншалықты көп сұраныстар жібере алатыныңызға шектеу бар.
Эгерде сизде сұраныстар саны жеткиликсиз болсо, анда сизге ол кате деп көрсөтөт. Бирок бул тегин нускасы болгондуктан башка да нускаларды карап көрсөңүздөр болот. Мен эң таанымал болгондордун бирин колдондум жай гана. Және де мен сиздерге тагы бир нерсе көрсөтө кетейин. Жаңа уәде бергенимдей QR коддор, ягни биринчи QR код ол биздин 2024 жылгы дарсimiz, ол орус тилинде. Бирок бул жерде аудармасы жок сыяктуу. Бирок сиздерге пайдалуу болотун да шаар. Яндекс браузерде синхрондуу аударма бар. Сиздер аны колдонуп көрө аласыздар. YouTube'да видеону косуп көрө аласыздар. Сол жерде синхрондуу аударма функциясын колдоно аласыздар. Бул жерде жакшы мисалдар көрсөтүлгөн. Сиздерге тереңирээк бул такырыпка үңүлүүгө. Ал оң жакта сиздерде Handbook'ка деген силтеме бар. Handbook дегенimiz ол биздин ар түрлүү тексттик материалдар, яғни мәтін түрүндөгү сиздер бир нерсени аударып көргүңүз келсе колдонсоңуздар болот. Ол жерде коддордун мисалдары бар. Ошол үчүн биз ол жерде көп неғұрлым көп кодду көрсөтүүгө тырыштык. Бул жерде тек гана мәтін күйүндө эмес, көп программа, яғни багдарламалоо тилинде де акпарат болгондуктан оған да назар аударсаңыздар. Және де баптауларга катысты окуп көрүңүздөр деп кеңес бере алам. Код тууралуу да окуп көрсөңүздөр, сиздин кодуңуз жакшыраак болот. Жалпы муну да иреттөө үчүн кичине убакыт керек арине. Мына жерде силтемеде менин GitHub репозиторийимне силтеме бар. Сиздер оған кіріп, ойнап, қарап, тексеріп көрсеңіздер болады. Тағы бірнеше сұрақ көріп отырмын. Flutterflow'ға қатысты мен былай сенімді емеспін. Мен оны тек қана бір-ақ рет қолданғанмын. Сіздер мүмкін оны ұйымдастырушылар арқылы жүріп көрсеңіздер болатын да шығар. Мына жерде мына нәрсені атап өту керек шығар деген ойдамын. Бізде командаларды қосу әлі мүмкіндігі жоқ. Сол үшін де София мысалы кодтың ішінде қатені іздеуге көмектессе, басқа біреу көмектесе алмай қалса, мүмкін сізде бір қадамдар бар шығар, жасап көруге болатын. Мүмкін сізде кодта қате болса, онда сіз оны анықтай алмай жатсаңыз, мүмкін оны таба алмай жатқан болсаңыз, ChatGPT көмектеспей жатқан болса, сіз мысалы ондай жағдайда не істейтін едіңіз деген сұраққа жауап беріп көрсеңіз. Жалпы ChatGPT кодпен жақсы жұмыс істей бермейді. Сол үшін де мен сіздерге өздеріңіз бұл сұрақты іздеп көріңіздер деп кеңес беремін. Мүмкін сіздерде қате болса, бұл термин stack trace дегенді қолдансаңыздар болады. Ол жерде GitHub сайттарында қарап көрсеңіздер болады. Ол жақта көптеп қателерді талқылайды. Немесе Stack Overflow, немесе мені біреу дұрыстап кететін шығар. Бізде қоғамдастық бар. Бізде бұл қоғамдастыққа кіріп, адамдарға сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болатын шығар. Бірақ бірінші кезекте GitHub әрине. Ол жаққа кіріп, сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды жасай аласыздар. Жаңа сұрақ қоя аласыздар ол жерде. Және де сіздерге тәжірибелі бағдарламалаушылар көмектеседі деген ойдамын. Көп рахмет, Соня. Тағы бір сұрақ тұр. Telegram каналға қатысты. Мен слайдқа назар аударсаңыздар деп отырмын. Слайд және де бұл кездесудің толық жазбасы, бұл лекторийдің екі тілде салынатын болады. Ұйымдастырушыларда бұл жазбалармен ол арналарда бөлісетін шығар деген ойдамын. Кодинг туралы көргіңіз келсе, София мына жақта QR-ларды қалдырды ғой. Сіздер оған оралып, қарап көрсеңіздер болады. Өздеріңізге скандап алсаңыздар, сілтемені сақтап алатындай. Тіпті презентацияны өзім де жібере аламын. Біз материалдарды ұйымдастырушылар арқылы жіберетін боламыз. Осы вебинардан кейін біз міндетті түрде бұларды жібереміз. Бұл жоғалып кетпейді ешқайда. Барлығыңызға көп рахмет, назарларыңызға. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Барлығыңызға рахмет. Бүгін келіп қатысқандарыңызға барлығыңызға рахмет. Оңай тақырып емес әрине, бірақ бұл нәрсеге қызығып отырғандарыңыздың өзі керемет нәрсе. Бұл күрделі тақырыпқа кіріп жатқандарыңыз өте жақсы, сіздерге қызық болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз пайдалы болды. Мына жақта кеңестер бере аласыз ба депті, бірақ енді бұны бастапқыда маған
кичине Python'да жазып жаткан кезеңдерде мага кыйын болду. Мен өзүмдү күтүп, осы нерсени окууга мәжбүрлөйтүнмүн, өзүмдү өзүм камчылайтынмын. Осулайча алгоритмдер маган сол кезде унамаса, дәл азыр әле де бул алгоритмдер унамайды. Маган бир нерсени ойлоп табуу өтө кыйын. Бул жай гана код жазуу мага унамайды. Мага менин интерфейсим калай көрүнүш табатыны кызык. Онун колдануучу калай ону колдонатыны, осы нерселер мага көбүрөөк кызык. Ошол үчүн мен әле де бэкэнд азирлөөгө көчкөн жокмун. Мен өзүмдү оны мәжбүрлөп окуганымда өкүнбөймүн. Көп жас, яғни оған көп еңбек еттім, бірақ сіздерге де соны тілеймін. Яғни еңбек ете беріңіздер, ешқашан берілмеңіздер, әртүрлі нәрселерді тексере беріңіздер. Маған әрдайым бір нәрселерді тексеру арқылы өзіме ұнайтын нәрселерді анықтадым. Питонды қолданған кезде маған бастапқыда қызық та болған жоқ, бірінші жыл тіпті қызық болмады. Мүмкін тіпті қарапайым болып көрінді ма, немесе оның тапсырмалары түсініксіз болды ма, маған бірақ қызық болмады ол. Университетте жүрген кезде де көптеген тапсырмалар маған қызық болған жоқ, ол маған қызық емес. Бірақ олардың барлығын әрине білу пайдалы. Мен Flutter арқылы жасау осылай маған ұнайды. Және мен осылайша әртүрлі нәрселерді тексеріп көру арқылы өзіме ұнаған нәрсені таптым. Бізде мына жақта бір залдан келген сұрақ бар сияқты. Соны жауап беріп көресіз бе ауызша? Егер ауызша сұрақ қоятын болса. Мына жақта қол көтеріп отыр екен. Кімде қол көтеріп отырды жаңа? Ол сұрағыңызды дауыспен қойып көрсеңіз болады. Айхан бізді естіп отырған жоқ сияқты, мүмкін кейінірек өзі сұрақ қояр. Ясминадан чатта сұрақ бар екен. Flutter қиынырақ болады ма адамға, егер ол тек қана C++-ті ғана білсе? Негізі бір бағдарламалау тілінен екінші бағдарламалау тіліне өту оңай, әжептәуір оңай болады, егер біреуін білетін болсаңыз. Кемінде C++-тің ерекшелігі оны сіз басқаша жасайсыз. C# мүмкін қолданып жүрген болсаңыз. Жалпы Flutter дегеніміз C-ге ұқсас тіл, жалпы C іспеттес тіл. C++-тен Flutter-ге жалпы өту қатты қиын болады деп ойламаймын. Мысалы, Python-мен салыстырғанда, иә. Бұлай субъективті түрде көзқарасым. Тағы бір Q&A сұрағында талқылау жүріп жатыр екен. Сіз жалпы қосымшаны тек қана Python-да немесе C++-та және соларда ғана жасауға болады ма дейді. Жалпы қосымшаны әртүрлі тілдерде жасауға болады ғой. Өзіңізге қай тілдерді қолданғыңыз келеді, соған көп нәрсе байланысты. C++-та жалпы ол жерде әртүрлі компьютерге арналған қосымшалар жасауға болады. Мен қателесуім де мүмкін, бірақ нақты есімде. Python-да әртүрлі кітапханалар бар, яғни деректер көзі, ол жерде веб қосымшаларды нақты жасай аласыздар және компьютерге арналған қосымшаларды жасай аласыздар. Мобильді қосымшаларға және мобильді әзірленімдерге қатысатын болсақ, ол жерде кішкене басқаша мобильді қосымшалар, яғни құрылғыларға C++-пен жасауға болады. Немесе Java, немесе Framework-тарда қолдану керек болады. Flutter жалпы Kotlin мен Java-ны қолданады платформаларға қосылу үшін. iOS үшін бір ғана тіл бар, Swift. Ол Flutter сол Swift-ті қолданады. Біз оны тікелей қолданбағанымызбен, бірақ Flutter соны қолданады. Тағы да бір сұрақ бар екен. Қандай тілде кодингті жасаған дұрыс қосымшаны жасау үшін деп. Негізі жаңағы сұраққа ұқсас екен. Негізі сіздің мақсаттарыңызға көп нәрсе байланысты. Flutter'ды жалпы сіздер веб реакцияда, мысалы Swift-те, iOS, Android үшін сіз Kotlin, Java-ны қолдануыңыз керек. Сіздің мақсатыңызға көп нәрсе байланысты жаңағыдай айтқанымдай. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қысылмай сұрай беріңіздер, жазып көріңіздер. Тағы 1 минут бере кетейік, сұрақтарыңызды жазып үлгеретіндей.
Сұрақтарыңызды дауыспен қойғыңыз келсе, онда қол көтеріңіздер. Бізде уақытта 2 сағат айырмашылық бар болғандықтан, бізде біздің қатысушыларымыздың өзі шаршап та қалған шығар. Жалпы қосымшаларды жасау үшін, әзірлеу үшін қандай сайттар міндетті түрде керек деген сұрақ бар екен. Мен кішкене сұрақты түсінбедім. Кішкене толықтырып кетсе, жалпы әртүрлі құжаттармен жұмыс істейтін мақсат үшін Flutter мүмкіндіктер дәл сол жерде қосымшалардың релизін жасауға мүмкіндік беріледі қолданушыларға. Қосымша сайттар бар, мысалы GitHub ең танымалы. Ол жерге сіздер кодтарыңызды ашып қолжетімді жағдайда қалдырып кете аласыздар қосымшалар үшін. Және сұрақтарыңызға жауап беретін басқа да платформалар бар. Ол жерде сіздерге сұрақ қояды, немесе сіздер өздеріңіз де ол сұрақ қойып оған жауап беріп көре аласыздар. Ең қарапайым сұрақтардан ең күрделі сұрақтарға дейін жауап табылады ол жақта. Сайттарға кішкене күрделірек болып тұр маған жауап беру. Кейбіреулері жай ғана ChatGPT-ді қолданады. Ол сайт болып саналады. Және ол сіздерге әртүрлі қосымшалар жазуға мүмкіндік береді. Бізде басқа сұрақтар жоқ сияқты. Сұрақтарымыз аяқталған сияқты. Тағы бір сұрақ келді. Біздің жаңа сұрақ қойғысы келген. ChatGPT-дің орнына нені қолдануға болады деп сұраған екен. Мен DeepSeek шыққанын білемін жақында. Мен қаншалықты жақсы екенін білмейді екенмін, бірақ өзім қолданбағандықтан. Яндекс.GPT бар, біздің өзіміздің GPT, біздің моделіміз. Курсор бар. Менің жаңа атап өттім оны. Ол әзірлеу ортасы. Мүмкін қазір ол ең ыңғайлы шығар. Онымен код жазуға арналған. Мына жерде тағы бір чатта сұрақ қойылды. Яғни жасанды интеллектті қосымшаға қалай қосуға болады деп сұрап отыр. Мен жаңа библиотеканы қолдандым. Ол библиотека істеу керек еді. Менің орналасқан жеріме байланысты істемей тұр. Әрбір елде істемейді, бірақ сіздер ол үшін басқа да кітапханаларды қолдансаңыздар болады. Жасанды интеллект қолдану үшін Google-дан берілетін жасанды интеллект. Ол сіздерге қосымшаларды жасанды интеллектпен жасауға мүмкіндік береді. Мына жақта мен жаңа көрсеттім ғой. Промптты мен салдым. Және де маған жауап беруін және контент жасап беруін сұрадым. Керемет, көп рахмет. Енді біз Софияға алғыс білдіріп кетсек болатын шығар. Өте керемет және қызық. Және белгілі бір деңгейде күрделі, бір қарағанда күрделі, бірақ соған қарамастан өте ақпаратқа толы баяндамасы үшін алғысымызды білдіреміз барлық шыдамдарыңызға. Яғни ең шыдамдылар соңына дейін болды деп ойлаймын бізбен. Менторлар, барлығыңызға сәттілік, сіздердің жобаларыңызға деген сәттілік тілеймін. Бізде бір айдан сәл көп уақыт бар. Біздің онлайн спид ревьюімізді жүргізу үшін. Және соңына сізге де рахмет. Керемет сұрақтарыңызға рахмет. Барлығы қызық болды. Барлығыңызға сәттілік, өздеріңіздің жобаларыңызбен жұмыс істеген кезде. Қош сау болыңыздар.